Сәлем достар, Балқаймақ арнасына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздер бүгін үй жағдайында Самарқанд нанын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожж және ерітілген сары май қажет болады. Немесе маргаринде салуға болады. Осының барлығын араластырып алып, онымен ұнымызды саламыз. Бізге 900 грамм ұн керек болады. Бұл ұннан 1900 граммдай нан шығады бізде. Қамырымызды екіге бөліп алып, қаттылау қылып басамыз. Қамырымыз қатты болған сайын біздің Самарқанд нанымызда жақсы шығатын болады. Енді осылай 40 сантиметрдей жайып аламыз нанымызды. Жайып алып, әдемілеп, жұқалап. Осындай табақшаға майлап, жан-жағының бәрін жақсылап тұрып майлап, нанымызды салатын боламыз. Нанымызды салып, жан-жағын тегістеп, ішіне орналастырып әдемілеп, жан-жағын тегістеп, енді үш саусақтың көмегімен осылай шымшылаймыз. Осылай шымшылап, ішінде жан-жағында бәрін шымшылап шығамыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай узор салуыңызға болады. Мен осылай ішінде шымшылап шықтым. 3 саусақтың көмегімен ортасына да саламыз сондай узорды. Енді қамырымыз дайын болғаннан кейін бетіне жұмыртқа мен сүт араласқан қоспаны жағып шығамыз. Барынша молдау жағамыз, өйткені нанымыз піскен кезде жылтырап, әдемі болып көрініп тұру керек. Осылай жағып алғаннан кейін қайтадан шымшылауға кірісеміз. Өйткені жағылған жұмыртқа оның узорын алып кетеді. Қайтадан шымшылап қысып шығамыз бәрінді. Және осындай гүл салғышпен ұрып, үстінен ұрып шығамыз да, және үстіне дәміне қарай мак немесе күнжіт себуге болады. Мен ақ пен қара күнжіт септім. Мак да сепсеңіздер болады. Және беті қызарғанша ысып тұрған пешке саламыз. Нанымыз осындай әп-әдемі Самарқанд наны дайын болады. Екінші күлшеден мен бауырсақ жасадым. Егер менің каналым ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.